телеқолданушылар. Мен Жамбыл Жабаев атындағы номер 20-шы орта мектептің 7-ші А сынып оқушысы Сапар Рамазан Ерболұлы. Мен бүгін сіздерге қаламсаптың пайда болуы мен даму тарихын айтатын боламын. Ең бірінші қаламсаптар қауырсыннан басталмаған. Ең бірінші 4000 жыл бұрын дымқыл саздан жасаған тақтайшаға ағаш таяқпен қырып жазған. Одан соң римдіктер балауызға өздерін жазуды ойлап тапқан. Бұл әдіспен олар 18-ші ғасырға дейін қолданылды. 19-ші ғасырдың соңында темір қауырсындар ойлап табылды. Одан 1884 жылы Ватерман өзінің сияқ құятын қаламсапын ойлап тапты. Ол өзіне Ideal Pen компаниясын ашып, қаламсаптар сатты. 1943 жылы Ласло Виейро өзінің шарикті қаламсапын ойлап тапты. Бұны көрген ақш қорғаныс министрлігі ұшқыштарға да осындай қаламсаптар керек деп жасауды бұйырды. Себебі бұндай қаламсаптар ұшқыштар үшін өте ыңғайлы болды. Сондықтан да ол қаламсаптарды сатып алушылар көбінесе ұшқыштар болған екен. Қаламсаптардың даму жылдары. 4000 жыл бұрын дымқыл сазда жасалған тақтайшаға ағаш таяқпен қырып жазу. Біздің заманымызға дейін шамамен 1300 жылы стилус қаламы. Біздің заманымызға дейін 600 және де 1800 жылдары қағаздың қауырсыны. Біздің 1790 жылы қаламға арналған грель ойлап табылды. 1803 жылы қаламсапқа арналған қауырсын. 1884 жылы Ватерман шығарған сияқ құюға арналған қауырсын. 1888 жылы ақштағы шарикті қаламсап. 1943 жылы Ласло Виейро ойлап табылған шарикті қаламсап. 2013 жылы Рекордер қаламсабы. Рекордер қаламсабының ерекшелігі ол тыңшыларға арнап шығарған. Себебі ол қаламда кішірейтілген бейне бақылау мен дыбыс жазғыш орнатылған. 2012 жылы Lesson Shift. 2010 жылы Құран оқуға арналған қаламсап. 2009 жылы сенсорлы қаламсап. 2012 жылы зерек қаламсап және де тестке арналған қаламсап. Адамзаттың интернет даму тарихында компьютер мен ноутбук пайдаланып, оларға сүйеніп отырған адамдар көп. Бұл біздің санамыздың сауатсыздыққа әкеліп соқтырады. Ондай адамдар көбінесе жалқау және де жазуы дұрыс емес болады. Адамның өзінің іштен шыққан ойын қағаз бетіне әріппен түсіруден артық ешнәрсе жоқ. Сонымен бүгінгі жобамды қорытындылай келе, мен адамзат тарихында қаламсаптың рөлі өте жоғары екенін түсіндім. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Қолданыстағы әрбір зат ертеңгі экспонат болып табылатынын ұмытпауымыз қажет.